Қандай әзәзіл екен. Бүркіт пен менің қалтқысыз сенісуімізге Қалисаның қуануында шек болған жоқ. Менің оқуға баруды сылтау қып, бүркітпен осы жазда еріп кетуімді де ол қатты ұнатты. Енді қарайлайтын ештеңе жоқ, деді ол. Ұялатын да ештеңе жоқ. Әке-шешесінің ошағына тас болған қызды көргенде естігенде мен, жат жұрттыққа жаралған баласың. Кемелді жасыңа да келіп қалдың. Не бар ұялатын? Оқуды сылтау қылғаның да дұрыс. Бұлайша бірге кетемін десең, амалсыз көнген әке-шешең қалыңсыз қыз болса да кәдесіз күйеу жоқ деп, той жасап жөнелтем деп арың-жырың қылар еді. Оның да оқасы болмас еді, егер бүркіттің әкесінің бұл игілікке құлқы шауып тұрса. Ол да сексеуіл сияқты қисайған жағынан икемге келмей сіресіп жатқан бірдеңе. Той жасауға ол өлсе де көнбейді. Бұндағылар тойсыз бермейміз дейді. Сөйтіп бүркіттің де сенің де басыңды қатырып әуре сарсаң етеді. Не ақыларың бар? Ондай азаптың ноқтасына бастарыңды сұғатын. Көп сөз боқ сөз депті аталарың. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар депті. Оқуға барамын дедің, бітті. Әке-шешең көлденең тұрып көгерер. Өздерінің күші жетпесе тағы да құбекеңді салып байқар. Кішкене шағың емес, енді көнбе оған. Елден оқуға кетіп жатқан қыз жалғыз сен емессің. Екінің бірі кетіп жатқан уақыт. Енді саған құбекең де басқа да бөгет бола алмайды. Қалиса екеуміз де осыған келістік. Мен әке-шешеме елеусіз түрде жинала бастадым. Сол бір күндері бүркіттің біздің ауылға мініп келген атының күзеліп қалу хабары дүңк ете түсті. Бұған зәрем кетіп Қалисаға барсам, естіп отыр екен. Бірақ оның қабағында қатулану жоқ. Мен осылай да осылай деп үрейлі дауыспен жылдамдата дәттеткеннен кейін, абыржыма деді Қалиса. Үйіңнен тезірек аттануға жақсы болды бұл. Қалай? Ашынған тілді болады дегендей, бүркіт енді аянбайды. Құдай біледі, ол үйіне кеткен жоқ, болыстық кеңсеге кетті. Болсымыз еркінмен көңілі жақын ғой бұның, бүркіттің. Ол еркінге шынын айтады да, милиция кеп сені алады да жөнеледі. Сенен тартынба. Бет ашылғаннан кейін алуда қалуының сәні жоқ. Менің де осыған бел байлағаныма көзі жеткеннен кейін Қалиса құшақтап бетімнен сүйді де, бекіндік қой осыған, деді қайталап. Бекіндік. Ендеше сенен бір өтінішім бар, Еркежан. Аманшылық болса, бүркіт әрі салса бүрсі күні, әйтпесе ертең келіп қалар. Ол келгенде менің үйде болмауым жөн. Неге? Қазақшылықты білесің. Сен кететін болсаң, үйіңде жылау-сықтау көбейеді. Әрі намысқа шапқан, әрі сені қимаған әке-шешең тоқтатар-ау деген амалдың бәрін қолданып бағады. Екеуміздің жандай дос сырлас екенімізді олар жақсы біледі. Сондықтан өзге амалдары таусылғанда саған мені жұмсауы мүмкін. Ауылда қалатын адам болғандықтан мен олардың тілін алмай тұра алмаймын. Бұның арты өзімді де сені де қинауға соғады. Неміз бар олай қиналады. Сен қайда барасың сонда? Дедім. Бұл сөзде көкейіме қона кеткен Қалисаға. Осы арадан Қоналқаға жететін жерде апам бар. Қызымды ұзататын едім деп әнеугүні шақырып кеткен. Соған ертемен кетем бе деп қалам. Ертеңіне оянсам, шаңырақтың күлдіреуішінен сығалаған күн түске тармасып қалған екен. Бүгін біраса жақсы ұйықтаған күнім екен. Бірер күннен бері зеңгіңкіреп жүрген басым да жазылып қапты. Бойым да мейлінше сергіп қапты. Үйде жан адам жоқ. Керіліп, созылып дегендей төсекте құрысқан бойымды жатқан қалыпта аз уақыт жазып ап, басымды жаңа ғана көтере бергенде үйге інім сейіл кіріп келді. Оны мен жанымдай жақсы көрем. Қанымның біргелігінен бе, жынысы басқа болғанмен, кескін кейпінің аумай маған тартуынан ба, әлде біздің үйдегі еркек кіндікті бала жалғыз осы болғандықтан ба, жасы биыл 8-ге толып, алдағы күзде мектепке барғалы жүргенмен, тұқымымызға тартып бойы да серейіп қалғанмен, маған сейіл әлі күнге дейін бесіктегі баладай көрінетін. Сондықтан мен оны үйде көрейін, далада көрейін, кездескен жерде құшақтай ап бауырыма қысып, құшырлана сүйетінмін. Ол да мені жанды жақсы көріп, өзге тентек мінезінің бірін көрсетпейтін. Күндізгі үйірлігі былай тұрсын, түндердің де көбінде менің қасыма жататын. Мені ол тілі шыққан күннен бастап бота дейтін. Бүркітті содан үйреніп, ботаның алдына ақ деген сөзді қосып, ақ бота деп кеткен. Маған сейілдің ботасы мен бүркіттің ақ ботасынан жылы сөз дүниеде жоқ сияқтанатын.
сейілді сонша жақсы көретінім Бүркітке де аян. Соңғы рет жолығып оқуға бірге келу жайын кеңескен шағымызда мен бәрінді қиям деген Бүркітке. Жалғыз ғана қимайтыным Сейілжан. Ол жылап жабысса айырылып кетуім қиын. Айырылып, сен өлімге барамысың деген Бүркіт күліп. Бақыт сапарына аттанбаймысың? Олай солқылдауды қой сен. Биыл мектепке баратын жылы. Әзір сонда оқи тұрсын. Екеуміз оқуымызды бітіріп алайық. Сонан кейін Сейілді қолға алып оқытамыз. О да дұрыс екен деген мен көзіме жасап. Ашылға болса да айырларым есіме түссе, ішім уылжып, оңашада жылап алатынмын. Кісі көзінше күрсініп алатынмын. Өткен түнде де есіме осы түсіп жастығымды біраз шылап алғам. Сол Сейіл есіктен кіре бергенде, күнім дедім оған. Әу деді ол тоқырайғап. Келші дедім құшағымды жайып. Дағдылы қалпымен жүгіріп кеп құшағыма енген оның қолында әлдене қағаз жүр. Бауырыма басып сүйгеннен кейін қағазына қарасам, ішінде томпайған бірдемесі бар үлкендеу конверт. Адресіне қарасам маған арналған. Бұны кім берді? Дедім баланың қолындағы конвертті алып. Пошта тасушы. Конвертті ашсам, ішінде қатырмамен тыстаған қалыңша книжке бар. Книжкенің сыртына қарасам, Бүркіттің альбомы деп жазылған. Альбом деген сөзді естігенімде бар, оның не екенінде де хабарым бар. Книжкенің ішіндегі қатырма қағаздарды саусағыммен сыдырта қарап қалғанымда, ішіне жапсырылған бірнеше фотокарточка елестей кетті. Неткен карточкалар екен деген оймен мен енді басынан ақтарып қарай бастадым. Әр беттегі карточканың астына фото 1, 2, 3, 4 деген сияқты цифрлар қойылған. Ол уақытта ашулана қарап лақтырып тастаған альбомның фотоларын енді ретімен санап көрейік. Фото 1. Жеңсіз, омырауы ашық, етегі әрі тар, әрі шолақ жазғы жұқа көйлекті, шаштары дударланған бір орыс, бірі қазақ екі қызды қолтықтап, Бүркіт және бір орыс жігіті келе жатыр. Төртеуінің де езулері құлақтарында. Фото 2. Жемісті қалың бақшаның ішінде тығылымбақ ойнағандай, Бүркіт пен орыс қызы бір ағаштың түбінде жасырынып отыр. Оларды аңдаған адамдай, қазақ қызы екінші ағаштың түбінде жапырақ арасынан сығалап тұр. Фото 3. Әлдене судың жағасы. Тегі шомылуға әзірленген болу керек. Жағада өскен бұтақты ағаштардың бір саясында қыздар, екінші саясында жігіттер шешініп жатыр. Қыздардың ішінде манағы орыс қызы мен қазақ қызы. Жігіттердің ішінде Бүркіт пен манағы орыс жігіті. Фото 4. Трусиі ғана киген әлгі жігіттер мен шомылу костюмын ғана киген әлгі қыздар араласа су жағасында тұр. Бүркіт пен орыс қызы бір-біріне ыржисып қарайды. Ал қазақ қызы тегі Бүркітті орыс қызынан қызғана ма екен қалай анадай жерден бұртия қарайды. Фото 5. Су ішінен бастары ғана қылтиып бір топ жастар, қызы да жігіті де бар, жарысып келеді. Солардың ішінде бір-біріне күлісе қараған орыс қызы мен Бүркіт қатар келеді. Фото 6. Судың жағасы, құмның үсті болу керек. Әлгі шомылған киімдерімен манағы қыз бозбалалар біреулері етбетінен, біреулері шалқасынан, біреулері қырынан, енді біреулеріне сүйеніп дегендей аралас қоралас жатыр. Алда ұятай. Манағы орыс қызы қырынан жатып, біріне бірі қарсы қараған Бүркіт пен манағы орыс жігіттің ортасында қайсыңа болса да әзірмін дегендей күлген кескінмен шалқасынан жатыр. Фото 7. Тегі бірталай жігіт және бірталай қыз әлдене үйде қонақта отырған болу керек. Кең бөлме, ортада стол, оның үстінде ыдыстар мен тамақтар, бутылкалар. Столда айнала отырған қыздар мен жігіттердің ішінде ерекше сәнденген манағы орыс қызы отыр. Бір жағында манағы орыс жігіті, бір жағында Бүркіт. Ол екеуі осы қызға таласып па екен, қалай екен, өзеуре қарай қалысыпты. Қыздың көңілі тегі Бүркіт жақтама қалай, күлімсіреген беті соған қарай бәлкім бұрылып қараған. Фото 8. Неге екенін кім білсін? Орыс қызы мен орыс жігіті сүйісіп жатыр. Бүркіт оған ыза болғандай қастарында түрегеп қарап тұр. Фото 9. Екі қабат боп іші шермейген манағы орыс қызы. Фото 10. Маңдашасында арабша босану үйі деген орысша родильный дом деген айқын жазуы бар. Есік алдына ағаш және гүлдер өскен ұзынша көрген бір қабат үй. Фото 11. Сол үйдің есігінің алдында ақ жөргекке оралған кішкене баланы көтеріп Бүркіт, оның қасында іші жіңішкерген манағы орыс әйелі, оның қасында мұртын өсірген манағы жігіт тұр. Фото 12.
тегі қырқынан ғана шыққан болу керек, шашы бұп-бұйра, кескіні қазаққа тартқан бала стол үстіне төсеген аппақ шүберекке ақ пен тысталған кішкене жастықты кеудесіне басып, басын көтере елпетінен жатқан қалпында қатпарланған семіз денесімен жалаңаш сүгіретке түсіпті. Ар жағында басын ғана көрсетіп, мұртты орыс жігіт отыр. Бүркіт баланы алдандырып өзіне тартқандай бас жағында түрегеп тұр. Фото 13. Мойны бекіп пісіп қалған, үстінде тілдей ғана ит көйлегі бар, балтыры бесікте семіз ұлды, үстінде майкесі ғана бар бүркіт кескініне құмарлана қараған түрмен қолына көтеріп тұр. Осы фотолардың аяғына өте шебер қолмен бүркіттің қазіргі бақытты өмірі осындай деп жазылған. Жұртым-ау, айтыңдаршы өздерің. Көңілді аударатын карточкелер ме бұлар, жоқ па? Басынан аяғына дейін қарап шыққанда, бұл карточкалары жүйелі әңгіменің жеке бөлшектері сияқты емес пе? Бәрін алғанда тұтас бір оқиға және өте ашық түсінікті оқиға емес пе? Бұндай оқиғаға бүркітті шын сүйетін адам қалайша салқын қанмен қарай алар? Карточкаларға тесіле қарағанда есіме әлдекімдерден тараған қатын өсектері де түсіп кетті. Мен ол өсектердің де кейбір негізгілерін нөмірлей санап көрейін. Өсек 1. Сақбыжан деген жігіт Метрупке деген қалаға барып, Метрей деген тамырдың үйіне қонып отырса, сол үйге кешке орысша киінген бір қазақ жігіті келіп, қонуға рұқсат сұрайды. Аты жөнін кім десе, әбеудің баласы Бүркіт деген жігітпін, оқудан келем дейтін көрінеді. Қонуға рұқсат алып, нәрсесін сол үйге кіргізеді де, қарным ашты деп тамақ сұрайды. Шошқа етін жемесең басқа аш жоқ еді дейді Метрей ойнап. Шошқа болса қайтеді, құдай бір, дін басқа, реті келсе кәпірде болып жүре береміз. Шошқа болса да әкел депті. Бүркіт үстелдің басында жағақтап отырып. Метрей әлгі сөзді ести сала қатынына әкел деген екен. Шошқаның сүбесін табаққа салып алып келеді. Төртел боп туырылып тұрған майдан Бүркіт жиренбей қолына ұстай бергенде Сақыпжан тұрып, жарықтығым, мұсылман емеспісің? Мен ойнап айтады екен десем, оны қылғаның, өзің орынды жердің баласы екенсің, мынауың ұят деген екен. Бүркіт оған жауап бермей, орысқа қазақ былшылдайды деп нанға қосып, майды соғып алыпты. Артынан кекіріп отырып, жарықтықтың қабырғасы шиде екен деп күледі дейді. Өсек 2. Әуелбек дейтін жігіт Бүркіт оқып жүрген қалаға барып, әдейі амандасқалы кірсе, ол орыстың сары шаш қызымен төсекте құшақтасып жатыр дейді. Ортадағы үстелдің үсті толған арақ және шошқаның шұжығы дейді. Қыз да Бүркітте бұрылдап ұйықтап жатыр дейді. Әуелбектің көзі Бүркіттің мойнына түсіп кетсе, байлап алған креші бар екен дейді. Әуелбек жағасын ұстап далаға шығып, сол үйдің қатынынан сұраса, ноғай қатын шүлдірлеп, орыстың қызын алып, кеше шіркеуге барып мойнына креш тағып келді дейді. Онысы бойынан иманын қашырғаны болса керек. Елге сәлем айт, әкесі алып кетсін депті дейді. Өсек 3. Орыстың сол қызын алыпты дейді. Одан қазір бала туыпты дейді. Қатын баласымен еліне келе жатқанда әбей ауылынан кісі жіберіп, кейін қайтарыпты дейді. Өсек 4. Бірдеме деген елге төре болып барып, бір байдың жалғыз қызын алып қашып қалаға апарыпты. Шошқа етін же, арақ іш десе қыз көнбепті. Айтқанымды істемедің деп күнде көкала қойдай қып сабап, 2-3 айдан кейін киім-кешегін тонап алып, тұлымын кесіп, қайшы сықылдандырып, біреудің арбасына салып еліне қайтарыпты дейді. Өсек 5. Бәтеске орыс қатынымды айтқам жоқ. Алып болғаннан кейін тоқалдыққа көнеді ғой. Көнбегенде қайда барады деп біреуге айтып отырғанын, осы елдің ертеде ұзатқан қызы естіп қалып, елге хабар айтыпты дейді. Өсек 6. Құс келгенде еліретін ауруға ұшырапты. Сол аурудың аяғы қояншыққа айналыпты. Өткен жаз Бегенбет деген бір жігіт Бүркітке амандасамын деп пәтеріне барса, аузы көпіріп, шиқылдап талып жатыр екен. Қояншығы ұстағанда қасындағы кісіні тарпа бас салып шайнап тастайтын әдеті бар деседі. Сол аурудың салдарынан қазір шыжыңға айналыпты. Бір жақтан келе жатып, Алдайбай деген кісінің үйіне қонған екен, түнде төсегінің несебе жүріп, ұялғаннан таң біліне аттанып кетіпті. Өсек 7. Қалада қызға таласып бір жігітті пышақпен жарып өлтірген екен. Адам қаны жіберсін бе, ауруға шалдығу соның салдары болса керек. Әкесі Алакөз деген бақсыны алдырып қаратқан екен, ол сұм қара деген жын жабысқан екен, сүйегімен бірге кетеді депті. Бүркітпен әнеугі күндер жолыққанда мен оған бұл өсектердің біреуін де айтпағам. Несін айтам? Ең алдымен иланатын өсектер сияқты емес. Ондай халге түсті деуге Бүркітті қимайым. Екіншіден, Бүркітті сынап байқасам, есі тұп-дұрыс. Қазір бұрынғыдан да байсалданып, ақылды, парасатты, білімді бопты.
Үшіншіден, ол өсектерді айту бүркіттің көңіліне жарықшақ түсіруі мүмкін ғой. Оның кімге пайдасы бар? Төртіншіден, өсектердің шет жағасын жандай досым көретін Қалисаға айтып бақсам, оттай берсін дейді ол күліп. Дұшпандардың өсегі бол. Аманшылық болса, бүркіт ертең келеді ғой. Бұл сөздердің жалған екенін көзің сонда жетеді. Мына құлағымнан кіріп, ана құлағымнан алдақашан шығып кеткен бұл өсектер альбомды көргеннен кейін екі құлағымнан да қайтадан сарылдай құйылып, бар бойымды тасқыны билетті кетті. Сол тасқын көзімнен жас боп саулап, бетімді баса қалай еңіреп жібергенімді білмейді қаппын. Онымнан қорқып кеткен Сейіл, «Бота, не болды?» деп құшақтай алды. Мен де оны құшақтай ап екеуміз ал кеп көріс. Осындай халде қаншалық отырарымызды Құдайым білер еді, егер құлағыма Қайназардың ыңғайсыздау шапқын келе жатыр деген сөзі сап ете қалмаса. Басымды жұлып ап оған жалт қараппын. Рас айтам деді Қайназар. Бір пар атты, екі салт атты, өте қатты келеді. Бүркіт болар ма деген ой сап ете қалды басыма. Оған кектеніп үлгергенмін ғой деймін. Суға малып алған қызу темірдей лезде қатая қалдым. Осы кезде әжем үйге кіріп жыламсырады да, «Қарағым-ай, тұршы төсірек» деді маған. Кейінші жылдамырақ. Өкімет адамдар ма немене осы үйге қатты шапқан келе жатыр. Жай келе жатыр деймісің олар? Қағынып тұрған заман емес пе? Ала келе жатқан пәлелері болмаса жарар еді. Өзге пәлесі болса көріп алар ек. Саған келе жатпаса не қылсын? Ондай болған күнде анау сорлы әкеңмен мен бейшараны тірідей өлтіріп кете көрме қалқам. Кімге барам десең де қолымыздан берейік. Балалыққа берде кете барып, бізді досқа күлгі дұшпанға табағыла көрме күнім. Әсіресе әкеңді. Сенен басқа кімі бар оның? Жылама әже дедім. Жеңіл киімдерді үстіме арта салып, мен ешқайда да бармайым. Садаған кетейін деп әжем жылап жіберді. Сол кезде үрейлі кескінмен үйге кірген әкеме, «Қорықпа, бейшара», деді әжем. «Ешқайда бармайым» деді бопашжан. «Өзің біліп алам» деді әкем жыламсырап. «Өлтіретін де тірілтетін де жерің осы». Сыртта салдырлаған тарантаспен дүсірлеген ат аяғының дыбысы сап бола қалды. Үйге Бүркіт, Еркін және болыстық милицияның начальнигі Найзабек Самарқанов кіріп келді. Ашудың ой-санамды буып тастауы болу керек. Келгендердің әкеммен, немесе менімен не сөйлескені есімде жоқ. Менің есімде қалғаны, сендер кеткенше бұл үйге кірмеймін деп шығып жүре беру. Сол бетіммен Құбекемнің үйіне қалай кіріп кеткенімді өзімде аңғармай қаппын. Ол үйде Сақпан, Құбекем және Жұман отыр екен. Бүркіттің кіммен кеп біздің үйге түскенін Жұман хабарлаған болу керек. «Ойпыр-ай, қарағым-ай, келдің бе?» деп Сақпан жылап жіберіп. Өзімізде әулие атамның аруағын сілкіндіріп, қалай кете қояр екен деп ек. Сілкіндірмесең аруақта риза, бізді риза. Құбекемді риза болғанын білдіргісі келгендей, «О, тоба жасаған» деп сақалын сипап қойды. «Жұман, сен бар сол жаққа» деді ол. «Біздің үйге де кіреміз деп әуре болмасын. Менің өлігімді аттамай, бұл үйдің босағасын аттай алмайды». Шығып кеткен Жұман біраздан кейін қайтып келді. «Кетті» деп келді ол. Қиядағы сыбдырды еститін құлағым ашудан керең боп қалса керек. Кеткендердің аттарының дүбірін де, арбалардың салдырында сезген жоқ. Аздан кейін ал кеп ағыл тегіл жыла. Сол қалпымен төсегіме бүктетіліп жаттым да қалдым. Менің бұл халімді көлденең кісілерге көрсеткісі келмегендей, әлдекім бауына асулы тұрған шымылдықты түсіріп жіберді. Біраздан кейін жылаудан шаршағандай боп жасымды тыйдым да ойға кеттім. Ойым Бүркітпен арамыздағы қарым-қатынасқаны. Ол қарым-қатынастың барлық егжей-тегжейі шұбалған көште көз алдынан ағыл тегіл өтіп жатыр. Не деген қызғылықты, сәнді көш. Бір кезде сол көшім бір тұйыққа кеп тірелген сияқтанды. Өте тар тұйық боп көрінді ол маған. Тұйықтың жан-жағы түпсіз терең жар, қимылдасаң құлап кететінсің. Кейін қайтарлық орам жоқ. Не істеу керек? Бұдан былайғы өмірдің керегі жоғына мен іштей бекіндім. Онда не істеу керек? Бұл араның құлап өлетін жары жоқ, тұншығып өлетін су жоқ, ішіп өлетін уы жоқ, асылып өлетін ағаш жоқ. Тек қана бары бауыздалып өлетін пышақ немесе асыла қоятын шаңырақ. Маған қолайлысы соңғысы көрінді. Оған жағдай да бар. Әкем мен шешемнің отау боп шыққан үйі көбінесе бос тұрады. Егер әкем жолаушылап кетсе, ол үйге ешкім де қонбай, есігін сырттан байлап қана қояды. Бүркіттен қалып қойған менің ауыр халіме жан ашыды ма екен, болмаса басқа бір себебі болды ма екен, әкемнің салбыраған қабағы жазылмай жүрді де, ертеңіне атқа мініп әлде қайда кете барды. Енді Құдайым бергендей боп, күндіз отауға кірсем, кеше жел болғанда
Қазыққа байлаған желбауы тұзақталып, қашан асылам десең де даяр тұр екен. Бұл үйде үстіне шығып тұзаққа бойың жететін тікшіл үстелде тұр. Тұзақты мойныңа кигеннен кейін теуіп жіберсең болғаны. Асыласың да қаласың. Бірақ бұны күндіз көз барда істеуге болмайды. Ал кешке не шешем, не Қайназар бұнда жатам десе қайтпекпін. Бұған да қауіптене тұра түнді күттім. Ол маған сәтті түн болды. Шешем де, Қайназар да үлкен үйге қонып, отаудың есігі сыртынан ғана байланды. Оған қуанғанымды көрсең. Ертерек жатқан үйдің шелезде ұйықтап үлгергені пысылдаған я қорылдаған дыбыстарынан сезіліп тұр. Мен төсегімде ояу жатырмын. Мұрны үлкен Қайназар қорылдағанда танауына бүкіл дүниені тартып жұтып жіберердей болады. Іңірде көтерілген жел түнді қатайып ап, үйдің кигіздерін желбес сабалап тұр. Оны ассынсаң мынауым бар дегендей, біраздан кейін жаңбыр жауып, даланың шуын үдетіп жіберді. Бұның бәрі өлімге бел буған маған табиғаттың жәрдемі сияқтанды. Бір кезде төсектен басымды көтеріп ап, аз уақыт отырдым. Үйдің жандары қор-қор, пыс-пыс. Қасыма жатқан Сейіл де шарт ұйқыда. Төсектен түстім. Сезген адам жоқ сияқты. Сейілді маңдайынан иіскегім кеп кетіп еді. Жүйем босар да мақсатыма жетуге бөгет жасар деген оймен қатая қалдым. Үйдегі көрдей қараңғылықтан ба, буындарымның босауынан ба, шелек, леген, құман сияқты әлденелерге сүрініп, салдыратып талдым. Бірақ онымды да сезген жан жоқ сияқты. Жалаңбас жалаңаяқ көйлекшең ғана қалыппен тысқа шықсам, жаңбырдан өсерлей төпеп тұр. Аяғым басқан жер шылбылдаған саз. Өлімге асығуым ба, салқын жел мен жаңбырдан тоңуым ба, отауға қарай жүгіре жөнелдім. Есіктің жібі шие боп байланған екен. Және суға малшынып шиыршық атқан қыл арқан тіпті қатайып, байлауын шешкізбейді. Оны шешем деп бірер тырнағымның кебесі де сөгілгендей боп, саусақтарымның басы удай ашыды. Шиеленісіп қалған байлауға қолым батпайтын көргеннен кейін, тісіммен шешпек боп түйінге аузымда баса бергенімде ту сыртымнан «Өй, оның не?» деген дауыс құлағыма сап ете қалды. Шошып кеткенмен «Алла!» деп ыршып түстім. Артыма жалт қарасам, қараңдаған біреу ұмтылып келе жатыр. Бар денемді қорқыныш белеп алған адам қаша жөнелуге ыңғайлана бергенде «Еркежан» деген дауыс естілді Қалисаны. Оны бас салып бауырына қалай тығылғанымда аңғармайды қаппын. «Күнім-ау, не істегелі жүредің?» деді ол. Тоңудан ба, қорқудан ба, қалшылдап ұшып кете жаздаған мені желбеген киген желеңіне ішіне орап, денемді жылы бауырына қысып. Жылаудан басқаға шамам жоғын түсінген ол, қолына балаша көтеріп алды да үйіне кеп, есігін сыбдырсыз ашып, қараңғы үйде ағаш төсегін жазбай, еш нәрсеге соқтықпай, тауып үстіне жатқызды. Құп-құрғақ, жып-жылы әлдеңені айқара жапты. Содан кейін төс жағымда бауырына ала қасыма құшақтай отырған Қалисаға «Кіші ағам қайда?» деппін. Ол жолда балалармен қайнында қалды. «Сен қашан келдің?» Түйемнен жаңа ғана түскенім сол. Жолаушылап шығар алдында ыңғайсыз көзім тартып, жаманат бірдеме болатын жорамалдаған ем. Одан апамның үйіне барып қонған күннің ертеңінде ыңғайсыз түс көрдім. Екеуміз тас құдыққа суға барған екенбіз деймін. Сен құдық аузынан үңіле бергенде ішіне көмп беріп түсіп кеткен екенсің деймін. Мен жан таласып шелекті тастасам, сен одан ұстайсың да су бетіне басыңды шығарасың. Ал мен сені тартып ала алмай мақшыңдаймын да жәрдем деп айқай салам. Өз даусымнан өзім шошып оянсам, тіпті қатты айғайласам керек, үйде ұйықтағандардың бәрі үрписіп түрегепті. Содан кейін апама сенің мән-жайыңды айттым да, сол бейшара аман болса игі еді деп, тойына да қарамай қайтып кеттім. Әуелгі жобамыз қайтарда менің төркініме соға келу еді. Апама да солай дегеніммен, бұлайшаға кіші ағаңа жүрегі құрғырым үрек барады. Еркежан тегін болмау керек. Қайның жолдан бұрыстау екен. Үйге тура тартсақ қайтеді дебем. Ол кеше хабарлап қойдық қой, күтініп отырған жандарға соқпауымыз ұят емес пе деді. Ендеше жиендерін ертте, сен бар дедім. Сені қайда деймін деп еді. Биыл баяғыдан ұстаған безгегінің қайталап жүргені тіпті қатты ұстайды. Апасының үйіне де тоқтай алмаған себебі сол. Хабарласып қойған соң, жиендеріңмен маған барып қайтты дей сал дедім. Қалисаның ұзағырақ айтқан кеңесіне көңілім бөлінді ме, жамылтқыдан жылындым ба, денемнің қалшылдауы басылып, жүрегім орнына түскендей боп, аздап жадырай бастадым. Онымды сезгендей, «Ал не болды шырағым?» деген Қалисаға
Ол жалаушылағаннан кейін басыма түскен халді айтып бердім. Сөзімді үн-түнсіз тыңдаған Қалиса, бұның бәрі әлдене әзәзілдің әдейі ұйымдастырған іс екен шырағым деді. Солай-ақ болсын дейік. Сонда да бүркіттің бұлтара алмайтын ісі ғой бұл. Әй, олай емес. Одан әрі сөйлесуге әлдегім есіктен сыбдырлап кіре берді. Біз тын бола қалдық. Қалиса, әу Қалиса, деді кірген адам. Қалтырай шыққан даусына тани кеттім. Шешем Жәния. Әу, деді Қалиса. Қашан келіп ең? Жаңа ғана. Сұмдық болды Қалиса, деді шешем жылап жіберіп. Дыбыс бермей жата тұр дегенде Қалиса мені төсімнен қолымен ақырын басып қойды да, не сұмдық, деді шешеме. Бәтес жоқ. Қойшы, деді Қалиса қорқып қалған боп. Үндеме дегенде мені кеудемнен қысып. Рас, деді шешем. Мұнда жоқ па? Жоқ. Рас па, деді шешем даусы қалтырай түсіп. Ондай ойын бола ма? Енді қайтейін, Құдай-ай, деп жылап жіберді шешем. Ақырын, деді Қалиса. Не деп отырсың, Қалиса, деді шешем жасқа булығып. Ақырын дауыстайтын іс пе бұл? Бетімді жыртып ауылды басыма көтеріп дауыс қылатын іс емес пе бұл? Мүмкін ұрланып бүркітпен кетіп қалған болар. Кетпейді, ойбай, кетпейді, кететін қылық болған жоқ, деп жылаған шешемнің даусы көтеріліп бара жатқан соң, әрі оны аяп кетіп, әрі айқайынан ауыл шошып оянар деп, мен мұндамын деппін. Көрден шыққан дауысты естігенде шешем не дейді деп шошып кетті де, не естіп тұрмын Қалиса, деді дыбысын ақырын шығарып жасқа булығып. Өңім бе бұл, түсім бе? Өңің, деді Қалиса. Еркежан осында, кел бері. Сыбдырлап төсекке жақындаған шешемді мен де құшақтай алдым. Тәуба жасаған, тәуба, деді шешем. Мені бауырына басып, ақылы қаттырған өксігін әрең жеңіп. Енді жыламаймын, құлыным. Мың бір шүкір Құдайға. Кемпірдің баласын өзімсініп кеттің ғой, деді Қалиса қалжыңды дауыспен. Кемпір құрсын, деді шешем. Тумағанның аты тумаған. Бәтестің орнында жоғын айтып мен оятқан сол. Өзі абыржудың орнына тысқа шықшы, білші қайда екенін деді де жатқан жерінен қозғалмады. Мені ойға қырға жүгіріп таба алмай қарасам, қорылдап ұйықтап жатыр. Несіне оятам деп тысқа тағы шықсам, үйіңнің қасында шөккен түйе қараңдайды. Келсем сен мініп кеткен түйе. Келген екен ғой деп кіріп ем. Қалжыңдап айтам, деді Қалиса. Туғанның аты туған, тумағанның аты тумаған. Сен осы Еркежанның жолына құрмалдыққа шалынуға әзір боп жүгіріп жүргенде, ол қақпас қаралбасты бір рет сабырсызданған емес. Жақсы көрем дегеннің бәрі жалған. Реті келген жерде Еркежанды ол өкпе түгіл өлімге де қияды. Рас, деді шешем ауыр күрсініп. Ал енді сенен жасыратын ештеңе жоқ деп Қалиса шешеме көрген білгенін түгел айтып берді. Альбомның жайын шешем сейілден естіген екен. Әжем де естіп, бүркітпен менің айырылуыма ол альбомның себеп болуына қуанған екен. Альбомды ол көрмек боп іздесе керек, бірақ қайдан тапсын? Жаңадан білмейтін жерге тығып тастаған. Альбомда Қалисаның әзәзілдің ісі деген пікіріне шешем де қосылды. Екеуінің маған берген ақылы, бүркіт бұл маңайдан кетіп қалмаса, іздеп барып жолығу керек те, сүгіреттердің не нәрсе екенін анықтау керек. Егер елден кетіп үлгерсе деген сұрауға әйелдердің пікірі екіге жарылды. Соңынан қуып бару керек Еркежанның, деді Қалиса. Қыздың жігітті іздеу ұят болмай ма, деген шешеме. Түкті ұяты жоқ, деді Қалиса. Ғашық екені рас болса, қыз жігітті іздеді не, жігіт қызды іздеді не? Әсіресе мынадай қыз бен жігіттің теңеліп тұрған шағында. Сонда сен бүркітті артына алаңдамай тарта береді деп ойлайсың ба? Өйтуіне де мүмкін. Мінезі қатты жігіт оның. Бірақ жуық арада не өзі, не сөзі келмей қоймас. Әңгімелері осыған тұйықтала қалған әйелдердің айтқан өкініштері, тілеуі құрғыр қандай әсәзіл болды екен. Сүйіскен екі жастың арасын айыратын от жаққан. Иә, қандай әсәзіл екен дедім мен де ішімнен. Мәлімсіз сапар. Ол күні де жақсы ұйықтап қаппын. Әлдегім оятқанға көзімді ашсам, Қалиса. Түндік жабулы, үй іші қара көлеңке. Қай мезгіл, дедім оған. Күн түске тармасып қалды. Ұйқыңды қандырып тұрсын деп түндікті ашқан жоғым. Әлі де оятпасем, егер үйге кісі кеп қалмаса. Болсымыз ғой деймін тегі, еркін. Ат арбасының жобасы соған ұқсайды. Екпіндетіп қатты келеді. Беті тура біздің үй. Шымылдықты түсіре қойсан қайтеді жеңеше, дедім мен. Бойымда қалтырай қап. Неге? Оған көрінбесем қайтеді? Қайдам, деп Қалиса толыңқырады да, түсірсем түсірейін шымылдықты. Бірақ сен кейінде даяр отыр.
Әуелі еркін бе жоқ па соны білейін. Одан кейін оған көріну я көрінбеудің ретін байқайын. Жеңіл киімдеріңді мана төсектің аяқ жағына әкеп қойған. Әне, арбасының салдырымен атының дүсірі таянып та қалды. Мен түндік ашайын да кімде болса қарсалайын. Қалиса шығып кетті. Түндік тез ашылып, аспанның бел түстігінен күлдіреу шарқылы сығалай қалған күн көзінен үйдің ұшы жарқырады да кетті. Мен төсегімнен тез тұрып, қалтыраған денеме киімдерімді тез іле бастадым. Сонда дауыл толқытқан судай басымда сапырыла қалған ой, өзі ғана мекен, әлде қасында бүркіт те бар мекен? Қайсысы болса да неге келе жатыр екен? Мен киініп үлгіргенше, жүргінші де үй сыртына кеп тоқтап үлгірді. «Уа, Қалиса жеңгей, аманбысың?» деген еркек даусы естілді. Еркіннің даусы. Ауыл әйелінің ер адамға самбырламай сыбырлап қамына амандасатын әдеті. Қалиса тегі сол салтына бақты ғой деймін, сәлемдескен үні естілмеді. «Түндікті жаңа ашып жүрсің бе?» деген даусы естілді еркіннің. «Көбірек ұйықтайтын күніміз боп», деді Қалиса. Жолаушылап кеткен жерімнен таңға жақын қайтып. Жуық арада келгенде жолаушы кеткеніңді естібек, қатты өкінібек оған, әсіресе бүркіт. Бұл есім аталғанда жүрегім тірете қалды. Оның даусы естілер ме екен дегендей сыртқа құлақ тіктім. Ендігі сөзде үйде кеңесейік, деді Қалиса қонақтарына. Үйге беттеген аяқ сыбдырларына қарағанда қонақтар 2-3 кісі болу керек. Еркіннен басқалары кімдер екен? Іштерінде бүркітте болар ма деген үмітпен олар есіктен кіре бергенде шымылдықтан сығалай қарасам, іздегенім жоқ. Кетіп қалғаны ма деген ой кеп кетті басыма. Ол ойдан басым айналып кеткендей боп, ұйықтаған ағаш төсегіме тәлтіректей әрең жеттім де үстіне қисая кеттім. «Шымылдық не?» деді төрге отыра берген еркін. Қалисаға қалжыңды дауыспен. «Қиқаң жатқан жоқ па ішінде?» «Не бопты оған? Шалшы түске дейін шымылдық ішінде жататын», деді Қалиса қалжыңды дауыспен. «Үйі жаңа түсіп пе?» «Ендігім жатқан. Жай бір балалар». «Ал, Қалиса», деді еркін. «Біз өте асығыспыз. Қымыз болса ауыз тиеміз де аттанамыз». «Неге олай асығасың?» «Бір тығыз науқан боп қап, ел аралауға шығып ем. Соқпайда кететін жайым бар еді, егер соғудың қажет ететін бір жағдай болмаса». «Шабыншылықсыз жүретін күндерің болар ма екен?» деді Қалиса кейіп. «Немене бола қалды дейсің, атыңды бұр байлайтын. Азар болса, байларды бұрынғыдан да қыса түсудің жабдығы шығар. Қыспасаң да қайда кетер дейсің ол байлар?» «Азар болса», деді Қалиса салмақты даусын қалжыңға аударып. «Биенің бірер сауыны кейінірек қысарсың оларыңды. Мен көп болса биенің бір-ақ сауындай уақыт бөгейім. Бұл үйден дәм татпағаныңа бірталай уақыт болды. Ойда жоқта келе қалса деп, әдейі саған сақтап жүрген мейіздей тәтті сүрім бар еді, өз азғантай. Аттарың сарығын басқанша соны бүлкілдете қоям да аттандырам. Қымыздың тәттілігіне кепіл бола алмайым. Жолаушылап кеткен соң азғана биені молдағамның үйіндегі тоқалға сауа тұр, сабаңа құя тұр дегем. Ол үйдің қымызды салақ ұстайтын білесің. Егер алып келген қымызым тіліңді үйіре қоймаса, кінәламассың. Оның орнына ақ қылшық орман түлкідей құлпырған қызыл күрең шай берем. Асыңның дәмді болуында дауым жоқ», деді еркін. «Талай рет татып жүрген дәм ғой ол. Бұл үйдің шайын өзге жұрттың етіне бермейтініміз рас. Жұмысымның аса тығыз екені де рас. Сондықтан тәтті астарыңды кейінге қалдыра тұрсақ қайтеді?» «Болмайды ол. Аттарыңды жігіттерге қазір доғартамды тастайым. Төбелесіп жегемсің сонда? Сақтаған дәмімді таттырмай, не десең де жібермеймін». «Қап, мынау қиын болды-ау», деді еркін. «Қарамауымызға амалымыз қанша?» деді қасындағы біреу қалжыңды дауыспен. «Жеңгейдің беті қатты, тамақ жемейміз деп таяқ жеуіміз қиын болар. Қарайық». «Онда тез», деді еркін. «Айттым ғой, биенің бір сауынында» деп. «Одан да тез боп қалуы мүмкін. Ал, жігіттер, сендер онда аттарды ағытып, сарығын азғантай басқаннан кейін отқа жібере тұрыңдар». Еркіннің қасындағы екі адамның тысқа шығып кеткен сыбдыр естілді. Босаға жақтағы әлдене ыдыстар салдырлай қалысты. Тегі Қалиса да ас жабдығына тысқа шығуға ыңғайланды ғой деймін. «Сен тоқтай тұршы», деді еркін оған. Қалиса оның қасына жақындаған сияқтан. «Естідің бе жоқ па?» деді еркін оған. Сыртқа естіргісі келмеген ақырындау құмыққан үнмен. «Қайын сіңілің бүлдірді». «Неменені?» «Бүлдірген емей немене? Балалық жағынан бері ғашық болдым деп жүрген жігіттің бетіне жуық арада бұл жеткізіп бір түкірді де енді қайтып көрместен қоя берді». «Қайда ол?» деді Қалиса. «Бүркітті айтасың ба?» Кетіп қалды». Естігім келмей жатқан бұл сөз құлағыма шалынғанда мен бетімді басып жылап жібердім.
Тек жылаған дыбысым естіліп қалды ғой деймін. Кім бар мұнда, деді еркін елеңдеген дауыспен. Жай бір сырқат бала, деді Қалиса. Сөздерін бөле айтып. Сонымен, деді ол, ендігі сөздерін жылдамдатып. Қайда кетіп қалды Бүркіт? Қайда болсын? Оқуына? Онысы қалай, жаным-ау? Не қалайы бар? Орыстың зорлықпен сүйкімді бола алмайсың деген мақалы бар. Сүйдім деп жүрген қызы айнып кетсе не істей алады оған? Күш қолданатын нәрсе емес бұл. Қыз бетіне түкірген соң амалы құрыды да кете барды. Ештеңе деместен бе? Жүрер алдында жолың түсте тастай кетерсің деп конвертке сап хат тастап кетті маған. Сыртқы жазуына қарасам, ғашығына арналған. Ішінде не жазылған білмеймін. Ол айтқанда жоқ, мен сұрағанда жоқпын. Сонда егер үйіңде болсаң, сол хатты саған тастап кетейін деп тура жолымнан әдейі бұрылып кеп отырмын. Еркежан, деп қуанғанда естілді үні Қалисаның. Әу, деп қалдым мен, басымды төсектен көтеріп алып. Шық бері қарай. Шымылдық ішінен шыға келген маған бұғайдан дегенде еркін одырая қаратты. Осында екен ғой бұл бала, деді. Арнаулы хатын өзіне бер, деді Қалиса қолымен мені нұсқап. Адам асығып күткен нәрсесін көргенде есінен айырылып қала ма немене? Ұят аятты қойып дегендей қойындағы хатты суырып сынған еркіннің қасына кердеңдей басып бардым да, өйтпесем бермейтіндей қолынан жұлып алдым. Ол қылығым тегі Қалисаға ерсі көрінген болу керек. Кескініме алай қаратты, еркіннен жасырып сол жақ бетін үсік саусағымен бір безеп қойды. Қолыма тиген хатты шымылдық ішіне кіріп оқуға беттей берген маған. Енді несі бар жасыратын оның, деді Қалиса. Менімен еркіннен жасырамсың? Сонда кім деп бізді? Тастар оны. Боғау жазбаған болар. Одан басқа не жазса да біз естіртіп оқ қазір. Ішіне кіріп кетер дегенде Қалиса шымылдықты түріп тастады. Бұл үйде енді тығылар жерімнің жоқтығына көзім жеткендей аңырып тұрып маған. Оқы дедім ғой саған анау хатты, деді Қалиса бұйырған дауыспен. Сөйт шырағым, деді еркін өтінген дауыспен. Әуелі көзіңді жүгіртіп ал да, естіртерлік хат болса оқып бер. Конвертті ашып ішіне салған бір тарақ қағаздың екі бетіне жазған сөзге көзімді жүгіртіп шықсам, кісіден, әсіресе еркін мен Қалиса сияқты дос кісілерден жасыратын ештеңесі жоқ екен. Бірақ оны оқып бере аларлық күшім жоқ. Көзіме толып, алақымыма тығылған жасым дыбыс шығарсам-ақ саулай жөнелгелі тұр. Осындай халде бойда бар-ау деген қуат атауымды жинап, хатты еркінге ұсынып дірілдеген дауыспен күшімге айтқан сөзім. Ағатай, өзіңіз оқып беріңіз. Еркін дауыстап оқып берген хаттың сөздері төмендегідей екен. Бәтес, өмірімнің барлық гүлдері түгелімен шешек атып жайнаған жазында, махаббат аталатын кең, тұнық, мөлдір мұхиттың ортасында рахаттана жүзіп келе жатыр ем. Не жел тұрмай, не нөсер құйып күн күркіремей, ешбір себепсіз аяқ астынан көтерілген сұрапыл толқын мені тұншықтырып көмді де кетті. Қазекеңнің сен соққан балықтай деген күні басыма туып есеңгіретінде қалдым. Өзімнің жаныма да, арыма да үңілсем саған деген тазалығымда бір кіршік жоқ. Ал сенің ойда жоқта осынша тулап, мені осынша басқа теуіп талдырып кетуіңе қайранмын. Жел болмаса шөп басы қимылдамайды, дейді қазақ. Әрине, сенің де босқа туламауың керек. Тулатарлық себебің болу керек. Бірақ осы жайда сөйлесуге, түсінісуге болатын еді ғой. Сен оны істемедің де, сендер кеткенше келмеймін деп есікті тарс жауып кеттің де қалдың. Оныңа қарап, менің де аттанып кете бармай, айналақтауым, жолығуым, сөйлесуім қажет сияқты еді. Бұны істеуге сол бір шақта лаулай қалған намысым мұрша бермеді. Бұны істе деп ойладым мен. Басыма бұлайша үн-түнсіз теуіп талдырып кетудің орнына өлтірерлік дәлел болса айтып неге өлтірмеді? Айнып қалса неге ашып айтпады? Махаббатта зорлық бар ма еді? Екі жаққа тең бөлінбейтін махаббаттың керегі қанша? Намысым осылайша қоза қалған мен қой деп бекіне салдым сол арада. Тілге келместікте жазығым жоқ. Басыма теуіп кететін ит емеспін. Ендеше неге жығылам аяғына? Осы шудың үстінде арбаға қалай мініп, қалайша жүріп кеткенімді өзімде аңғармай қаппын. Міне, мен сенен алыс жерде тұрмын. Неге тулауыңның себебін әлі де ойлап табылған жоқпын. Не істеу керек енді? Саған оралып баруым керек пе? Егер бара қалсам, сен әнеу күнгі сертіңмен сөйлесу түгіл көрінбей қойсаң, бір емес екі өлмеймін бе мен? Ондай итжандылықтың қайсымызға керегі бар? Осыны ойладым да оқитын қалама жүріп кетуге бел байладым. Мен өзімді сенің сыныңнан түгел өткен адамға санаймын. Сен де солай сияқты болып жүріп, нақ пышақ кесер жерге келгенде сертіңнен жалт бердің.
Махаббаттың екі адамға бірдей екені рас болса, бұзған сертіңді өз қолыңнан түзеуге тиістісің. Ол үшін не істеудің керектігіне менің ақылым жетпейді. Оны өз қабырғаңа да, жаны шын ашитын достарыңа да ақылдасып көр. Әсіресе Қалисаға. Мен соңғы барған жолы ол кісінің үйде болмауына қайранмын. Сен мен менің арама өзге от жақса да, ол от жақпауға тиісті еді. Аса керекті шақта жолаушылап кетуі күдікті-ақ. Бұлай боларын біліп пе мен, деп Қалиса жылап жіберді. Хаттың азғантай ғана сөзі қалды, деді оған Еркін. Бөгеме, жеңгей. Аяқта, деді Қалиса көзін сүртіп. Қалисаның жайын өзің білесің бәтес. Менің бұл елде ендігі сенетін жалғыз адамым жолдас Еркін Ержанов. Егер оған ақылдасқың келсе, білгенің аямас деп ойлаймын. Кіршіксіз көңілден Бөкенің. Соңғы Бөкенің деген сөз басымнан бір жола ұшты деп, жорыған бақтымды қайтадан әкеп қондырғандай, өлгенім тіріліп, өшкенім жанғандай, өмірімнің аспанын түгел бүркеп алған қаһарлы қара бұлт айығып, күнім шыққандай, бүркіт айтқандай, барлық гүлдерім қайтадан түгелімен шешек атып, жазым жайнағандай боп кетті. Соңғы күндері солып, сақарға салған сүйектей құп-қу боп кеткен ажарым да қазіргі бұрынғы бақытты бейнесіне түсе қалды ма? Түсінікті ме хат? Деді көңілдене қалған Қалиса, бетіме жылы жүзбен телміре қарап. Түсінікті, дедім мен. Еркін, шырағым, деді Қалиса. Осылар арамтір боп босқа бөлініп жүр. Араларындағы наразылық үшкіргеннен қалмайтын жүйілшық сияқты ма бірдеме? Егер осылар жүз көрісті бар ғой, түсінсе де кетеді. Соны істеуге не амал бар? Менің де бұл көп ойланған ісім, жеңгей, деді Еркін байсал дауыспен. Кімнің кімді сүйуі, сүйісетін адамдардың өздерінің ғана ісі. Онда ешқайсымыздың қатынасымыз болмауға тиісті. Әрине, деді Қалиса. Біреумен біреудің жүрегін жалғап беруге ешкімнің де күші келмейтіні рас. Бірақ жалғасамын деген жүректердің бәрі жалғаса бере ме? Жалғасудың орнына жыртылатындары да бола бермей ме? Арманда өтті дейтін ғашықтар солар емес пе? Жалғастыруға да, айыруға да себепкер болатындар бар емес пе сүйіскен жүректерді? Рас, жеңгей, деді Еркін күліп. Сізге де жазушылар сияқты бейнемен де сөйлеп кетесіз. Әркім білген тілін айтады да, деді Қалиса. Еркіннің қалжыңды сөзін ұнатпағандай. Сөз жарыстырып жататын орын емес бұл, Еркін, шырағым. Белгісіз біреулер шын сүйіскен бұл екі жасты әзірге айырғандай боп тұр, деп Қалиса оған қысқаша ғана маған келген альбомның тарихын айтып берді. Солай ма, деп ойланып қалды Еркін. Қалиса оған алдыртсақ қайтеді сонысын деп еді. Қажеті болмас, деді Еркін. Енді не істеуге болады, деп бетіне үңіле қараған Қалисаға. Меніңше, деді Еркін маған қарап, бұл баланың ауылда бұдан былайда тұра беруінің ешбір сәні жоқ. Менің де ойым сондай, деді Қалиса. Сонда не істеу керек? Оқуға кетуі қажет қой деймін. Қалай? Болыстық мекемелер орнаған жерге бұдан 2-3 күн бұрын Қостанайдан Қызылотау деген келді. Ол не? Әліби Жангелдиннің ана жылы осы арадан өтетін қызыл керуенін көріп пе едің? Көргім. Осы ауылда бірнеше күн жатқан. Біреудің біреуді кеткен есесін алып беріп, қылмысты адамдарды соттап, аштарға жәрдем беріп, жетім балаларды оқуға кетіп, басына ерік сұраған адамды босатып, ел бұйымнан тарығып тұрған шақта азынаулық болса да керек жарағын саттырып, халыққа ойын сауық көрсетіп, жаңада құрылған совет үкіметінің хал жайын түсіндіріп, дегендей көп жұмыстар істеп кеткен. Мынау Қызылотау дегенде сол қызыл керуеннің бір түрі, деді Еркін. Айырмасы қазір тоқшылық орнағандықтан ол жолғыдай ала келген астығы жоқ. Қазір бұйым көбейгендіктен алып келген саудасы жоқ. Өзгесінің бәрі бар. Бастығы Бектасова Әсия деген әйел. Әйел, деп қалды Қалиса екеуміз қосарлана. Әйел, деді Еркін нығарлап. Кеше ғана күндікте жүрген қазақ әйелдерінен оған бейіл байладық қой деймін, деді Қалиса. Сонда қалай алдырады мұны Қызылотау? Оқуға барғым келеді, әке-шешем жібермейді деп бәтес Қызылотау атына арыз береді. Қалай береді ондай арызды, деді Қалиса. Оқуға жібермейміз деген жоқ қой, әке-шешесі бұған. Барам десе жібереді деп ойлайсыз ба сонда? Жібермейді, дедім мен. Ендеше арыз жазуың қажет емес пе, шырағым? Жазам. Милиция дегенмен, деді Қалиса, әкең мен әжең, әсіресе әжең оңайлықпен жібере қоймайды сені. Ұрыс жанжал да боп қалу мүмкін араларында. Тілде қолда жұмсап қалу мүмкін ашынған шақта. Шыдай аламысың соның бәріне? Шыдаймын, дедім мен. Солқылдап не айнып қалмаймысың, деді Қалиса нығарлап. Солқылдамаймын да, айнымаймын да.
онда арызыңды жаз шырағым, деді де жазуға бөгет болғысы келмегендей еркін орнынан көтеріле берді. Қалай жазуын айтпаймысың, деді Қалиса оған. Не айтатыны бар? Көңілі нені тілесе соны жазсын, білгенінше жазсын. Еркін шығып кетті. Шын бекіндің бе шырағым, деді Қалиса еркін кеткен соң. Шын. Ендеше бетіңнен жарылқасын, сапарың оң болсын. Бұндай тілекке қазақ айтсын деп жауап беру керек қой. Мен оны айтпадым. Несін айтам? Туған ауылдан кетуге бекінгенмен, бұл сапарымның оң я теріс боларына кімнің көзі жетіпті? Көңіліме сондай күдік ұялай тұра, мен бекінген ойымнан қайтпадым да, мәлімсіз сапарға жетелейтін арызды жазу жабдығына кірістім. Ол ойымды түсінгендей, соған көңілі бұзылғандай, Қалиса көзіне жас алды да үйден шығып кетті.